Бұл видеода Қытай мен Ресей басшылары 150 жылға дейін өмір сүру мүмкіндігін талқылап келеді. Алайда бұл видеоны таратқан Reuters оны өшіруге мәжбүр болды. Толық түсіндірейін. Қытай төрағасы Си Цзиньпин мен Ресей президенті Владимир Путин Бейжіңдегі әскери парад алдында заманауи технологиялар арқылы өмір сүру ұзақтығын арттыру мүмкіндігін талқылаған. Қос лидердің әңгімесінің үзінділері Корей лидері Ким Чен Ынмен бірге Тяньаньмэнь қақпасына көтеріліп бара жатқан сәтте тікелей эфирге шығып кеткен. Жазбада Си Цзиньпиннің Қытай тілінде бүгінде және 70 жас дегені анық естіледі. Айта кетсек, Путиннің де, Си Цзиньпиннің де жасы 72-де. Олардың сөздерін аударған аудармашы кейін орыс тілінде бұрын адамдар сирек 70 жасқа дейін өмір сүретін, ал қазір 70 жаста сен әлі бала сияқтысың деген. Одан кейін Путин бір пікір білдірген, бірақ ол тікелей эфирде анық естілмей қалған. Содан соң аудармашы Путиннің сөзін қытайша жеткізіп, биотехнологияның дамуының арқасында адам ағзаларын үнемі ауыстыруға болады. Сонда адамдар барған сайын жас күйінде өмір сүріп, тіпті мәңгілікке жетуі мүмкін деген. Жазба кездейсоқ қосылып қалған микрофон арқылы жазылып, ол әуелгіде CCTV Қытай арнасында лицензияланып, ал одан кейін ғана басқа арналарға тарап кеткен. Кейін бұл CCTV арнасы барлық құқықты қайтарып алып, енді бәрі өшіруге мәжбүр болып отыр. CCTV жолдаған хатта агенттік келісім шарт талаптарын бұзды деп көрсетілген. Сондай-ақ онда Reuters'тің бұл материалға қатысты редакциялық ұстанымы сынға алынған, бірақ егжей-тегжейі ашылмаған. Алайда Reuters өз кезегінде мәлімдеме жасап, бұл видеоны таратқан кезімізде ешқандай да ақпарат бұрмаланған жоқ деп кепілдік беретінін айтты. Reuters'тің дәстүрлі түрде ұстанатын нақты әрі бейтарап журналистика принциптері бұзылды деп ойлауға еш негіз таппадық дейді агенттік өкілдері. Айта кетсек, 72 жастағы Си Цзиньпин елде басшыға қойылатын мерзімді алып тастап 2027 жылы сайлауға қайтадан түсуі мүмкін. Путиннің де жағдайы осыған ұқсас. 72 жастағы Путин елді ұзақ уақытқа басқару үшін Ресей конституциясын өзгертті. Ал 41 жастағы Ким Чен Ын қызына мұрагер ретінде дайындық жасап жатыр деген қауесеттері күшейіп, оны Бейжіңге ертіп барған. Осыдан кейін сіз қалай ойлайсыз? Басшылар шын мәнінде 150 жасқа жетуге болады деп үміттеніп отыр ма, әлде озық технологияның нәтижесін талқылап келе жатыр ма? Ойыңызды жаза кетіңіз, лайк басуды ұмытпаңыз.